сюжеті бір киноға татитындай болды. Айқасымыз басталды. Алғашқы ұмтылыс Қайрановтың, Шах Қазақтың тарапынан. Мотиватор ортада бірінші нөмірмен жұмыс істеуге бел буған тәрізді. Бұл қызықты жекпе-жек деп ойлаймын. Екеуі де тік тұрып төбелесетін жауынгер. Артқа шегінбей. Бекенбетов алғашқы қауіпті соққына жұмсап көрді. Сен тұр, мен атайын деген балар ғой. Қайранов. Әзірге Қайран қалып жүрген сияқты Бекенбетовтың. Мотиватордан осы өкпендігіне аяқ ұмтылыс жасап көрді, жоқ. Шах Қазақ түсініп тұр. Күресу керек деп. Дегенмен де Мотиватордың базасы бокс болғанмен Шах Қазаққа күресу керек. Ой, тамаша соққы. Масу қазір. Мұна өте жақсы. Лоу-кик. Қайрановтың лоу-кигі. Шауып түсірді ғой. Кескен теректей. Мотиватор құлады партерге. Осы жағдайда мотиваторға қиын болады деп ойлаймын. Негізі бокстан келген жауынгер күресі, джиу-джитсусы жақсы деңгейде болады деп ойламаймын. Енді мотиватор қазіргі таңда маунт позиция алып, физикалық формада жүрген жауынгер. Жауынгер өткені айқастарға шығады. Қайранов қазір бірақ Шах Қазақ өте тәжірибе жауынгер. Әнеке қылқындырған десе. Көруге тырысады және Бекенбетов бұл қақпаннан қалай құтылар екен? Жанталасқа түскен сәт көзінен әзірге ерді намыс қоян қамшы өлтірді дегенде Бекенбетов берілетін емес. Шыңғыс Шах Қазақ Қайранов қақпанын жаба алмай қалды ма? Шыңғысқа бұл әдістен шығып, кішкене соққы жұмсап, бірақ әдіске өту керек. Дегенмен тәжірибенің аты тәжірибе ғой, біраз қинағысы келіп жатқандай Шыңғыс қарсыласын. Бойдың алдында олар біраз сөзбен тіресіп, біраз трешток жасаған болатын. Соның сазайын тарттырайын деп тұр ғой. Бұл әлеуметтік желіде де жанкүйер жақсы таныс дейіп ойлаймын. Осы оқиғаның жалпы дамуымен, желісімен. Шах Қазақ Қайранов тұрды. Мүмкіндік берді де, өзі де тұрды. Енді қауіпті соқты өткізді. Бір Шыңғыстың бет жүзінен соққын қауқары осы ма дегендей бір көзқарас таңғаруға болады. Енді мотиватордың қателікті неде деп ойлайсыз? Кемшін тұсы. Енді түсінікті. Партерде Қайранов бір бас жоғары мықты білді. Қауіпті соқты. Мотиватор боксер болғанмен енді қатты ауыр соққы жұмсайды деп атылмау керек. Кішкене жеңіл қимылдап, өзіне қарай тартып, контратака дейді ғой. Сондайлармен көп жұмыс істеу керек деп ойлаймын негізі. Күреспеу керек сосын. Тимур әдісін дайындап жатыр. Мотиваторда қанша боксшы дегенімізбенде Шах Қазақтың да тәп-тәуір жұлдықта соққанын көріп отырмыз. Аралас жекпе-жекте 16 бой өткізгенмен боксты нашар болады деп ойламаймын. Нағыз тік тұрып төбелесудің қас шебері болған Арман Ашимовпен тамаша айқас өткізді ғой. Сол шеберлік ол қай заманда да қанға біткен нәрсе қалмайды. Аяқты болевой жасап жатыр. Мына жерде мотиватор енді бір әдісін шетін шығарып көрмек. Соған бел буды, бірақ лезде Қайранов өзіне ыңғайлы позицияға шыға келді. Шынтақпен ауыр соққы өткізіп жақсы. Бірінші раунд аяқталды. Раунд соңында
сөзсіз шах қазақтың басымдығы. Енді үшінші раундта менің ойымша қауіп төндіре алмайды, өйткені физикалық тұрғыда да, функционалдық тұрғыда да кішкене шаршағаны білініп тұр. енді Шыңғыстың қазір енді екеуі де ардагер ғой, былай қарасаңыз. Екі ардагердің қайсысы дұрыс тактика құрып шықты және қайсы қарсыласының қалтарыста жатқан ойын оқи алады. Жеңіске сол жететіні де түсінікті. Әрі Шыңғысқа күрес керек. Ол әрине күресудің әдісін іздейді. Тейкдаун жасағанмен партерде енді мүмкіндігі көп болады. Немесе ауырту әдісін жасау, немесе сындыру әдісін жасау. Шыңғыс мотиваторға әсіресе осы жұдырықтасуда мен сенен еш кем емеспін дегенді бір дәлелдегісі келіп жүргендей. Ашық айқастан қашып жатқан жоқ. Енді мына позицияда қаншалықты жеңісті болар екен Шыңғыс үшін. Соққы жасауға оңтайлы тұс. Бір аяғын салды. Үш аяқты өткізсе. Қалай болса да, осындай жағдайда Шыңғыс ұпай санымен алда келе жатыр. Ұпай жинап жатыр. Өз ішіне біріншіден, екіншіден Ануарбекті шаршатып, біраз жағдайын қиындатып жатыр. Төрешілер тоқтатпау үшін көбірек жұмыс жасау керек. Енді екі тараптың да қазір жалпы жанкүйерлік базасы кем емес, бір-бірінен деп ойлаймын. Шыңғыстың қолдаушылары да одан бөлек ой, тамаша, бір әдістің шеті шықты ма? Мотиватор шах қазақтың бір қолын қапсыра құшақтап алған, жіберетін емес. Әрине, ауырту тәсілін түйіндеу мүмкіндігін бермеу қажеттігін біледі Бекимбетов. Өйткені шах қазақ партерде өте қауіпті. Бірінші раундтағы сценарий. Дәл солай қайталанып жатыр. Енді қолы өтіп тұр ғой, бірақ қалайша жіберіп Бекимбетов сусып шыға келді, еш қиындықсыз. Шаршағанның белгісі деп ойлаймын. Енді қылқындыру әдісін өзіне қарсы орындауға кірісті Қайранов. Күрес партердегі алма кезек болып кетті. Енді Қайрановтың басымдығы аса көзге бірден көрінетін позицияма десек жоқ. Мотиваторда партерде мен сенен кем емеспін дегенде. Жақсы өнер көрсетіп жатыр. Дәнеге үстінен отырып, жақсы ауыр соққылар өткізіп жатыр. Шынтақпен де, қолмен де әдемі хаммерфистер өтіп жатыр. Бұл айқасты негізі мен мынадай бір сценарийде көргім келіп еді. Екі жауынгерге 2,5 айдай толық кемпті өткізу үшін бір уақыт берілсе, 2,5-3 ай асықпай дайындалып, бұрынғы жаңағы физикалық формаларына. Сол кезде бұдан да динамикасы өте жоғары қарқынды жекпе-жек көретін едік. Мен ойымша қызық бой болмайды, өйткені уақытынан тез аяқталып кетер мүмкін. Осындай дайындықпен бұл енді жекпе-жек 3 раундқа дейін ұласады. Барады. Ондай мүмкіндікпен келсе, яғни біреуі соққымен құлатады дейсіз ғой? Біреуі ауыр әдісін жасап, ауырту әдісін. Мысалы, қылқындыру әдісін жасап, уақытынан бұрын аяқ кіріп кетеді деп ойлаймын. Әрине, есіңізге саламыз, ардақ жанкүйерлер. Мотиватор, яғни ол аса салмақ қуалау сәтінде бір қиындыққа түскен жоқ. Керісінше Шыңғыс Қайранов үшін салмақ қуалау оңайға соқпаған белгілі.
Бүгінгі кеште ең қиын ол төрешілерге қиын болып тұр. Және Бүгін кім жеңсе де реваншқа екеуі де келіседі деп ойлаймын. өйткені коммерциялық тұрғыда қызықты. Енді табысты болайын деп тұр ғой. Тамаша. Мотиватордан қауіпті хайкик. Өте қауіпті болды. Шыңғыс Қайрановтың көптен бері шықпағаны және де дұрыс жаттығу істемегені көрініп тұр. Бір жылдан Маңдайы асқан екен. жарылып, хайкиктан қан табылып жатыр. Енді мотиватор өзінің сергектігін сезініп жатыр қазір. Аяқта ойқастап, емін-еркін қимылдауда. Енді Қайрановтың мінезі қазір басты шешуші фактор болатын сияқты бұл айқаста. Бұл раундта әсіресе. Мінезі болғанмен жаңағы физикалық тұрғыда, функционалдық тұрғыда кішкене дайындалмаған көрініп тұр. Сондықтан қиын болып тұрған жағдай. Бірақ Ануарбекте де шаршады. Екеуі де шаршады. Ануарбек те шаршады, Шыңғыс та шаршады. Жоғары қарқында жекпе-жек көрсетіп жатыр екеуі де. Қайранов жанкүйер жұртын қайран етіп, уақытынан бұрын аяқтай ма? Жекпе-жекті әлде мотиватор. Жанкүйер жұртына өз жеңісін паш ете алады ма? 3 минутқа жетер-жетпес уақыт бар. Қазір Шах Қазаққа асықпай, жақсы позицияға орнығып, көбірек жұмыс жасау керек, шынтақты іске қосу керек. Әне, мына Ануарбектің қорғанысы да сауатты деп атап өтуіміз керек. Партердегі әсіресе қарсыласты байлап матап топ еткізбеуге тырысуда. Өте шымыр, өте мықты жауынгер. Жасы да кеп қалды. Негізі 8 бұрышқа оралатын өзіңіздің ойыңыз. Бұлай негізі оралатын ойым жоқ. Дегенмен бір жылдан кейін сағыныш болады ғой. Әрине сағыныш бар. Әлінге дейін қараған кезде өзіміздің бауырларымыз, жақын достарымыз төйлескен кезде шығып кеткім келеді. Енді шешім қабылдағасын, енді айтқан сөзінде тұру керек негізі. Жоқ, енді бұл мен ойлаймын, бір жақсы жанкүйерлерге тарту болатын айқас үшін 8 бұрышқа оралып жатсаңыз, ешкім сіздің әлгі берген уәдеңізге ренжи қоймас. Уәдесінде тұрмады деп те тіпті сөкпейді ешкім деп ойлаймын. Нариман Аббасов пен Фаниль Рафиковтың екеуін жекпе-жегінде Фаниль жарақат алып, жаңа жекпе-жектен бас тартты. Сол кезде маған енді ұсыныстар болған ғой. Сонда Нұрбек Қарабала айтты, жоқ, бұл бала төбелеспейді деді. Сол кісінің айтуымен енді қойып кеттік қой. Сен төбелесең, мен жүрегім ауырады. Кезінде Фанильға өзім айтып едім, Фаниль ты че комментатором стал, енді өзім комментировать етемін. Енді дүние алма кезек. Жолды жастарға бердік, енді жастар енді өздері көрсетсін. Бір қазақтың бір жақсы қызықты бір сөз бар ғой. Бұқаға да туған күн, бұзауға да туғат дей ма? Сол сияқты Фанильге айтқан әзіліңіз өзіңіздің басыңызға келіп отыр екен. Фанильге енді сәттілік алдағы бойда. Өте жауапты айқас болайын деп тұр. Шыңғыс Қайранов жақсы жекпе-жек өткізіп жатыр, жақсы раунд өткізіп жатыр. Соңғы секундтарда мотиватордың белсенділігі күрт артты. Жауапсыз бірнеше соққысын дарытта үлгерді.
Жан сауғалап, басым бұққан Шыңғыс Шахаранов соңғы секундтарда ауыр соққыға тап келмеуді біледі және жекпе-жек аяқталды. Төрешілерге бүгін қиын болады деп ойлаймын негізі. Сонымен хандар мен мырзалар 3 раундтың нәтижесі. Бірінші төреші 29-да 28 Қайранов, екінші төреші 29-да 28 Бекембетов, және үшінші төреші 29-да 28 төрешілердің жекелеген шешімімен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Ануарбек мотиватор Бекембетов.